тамағыңды тыйып жүрсең, газировка ішпей, зиянды тағамдарды жемей жүрсең де салмақ жинап отқан болсаң, егерде осы видеоның соңына дейін көр, негізінде тек қана тамақтан кемейді екен адамға артық салмақ деген да. Зиянды сусындардан да кемейді екен да. Мен соңғы кезде өте көп салмақ жинадым негізінде. Мен онкологиямен ауырдым, химия бәрінен өттім. Содан кейін мен қатты салмақ жинадым да. Сосын ойладым, мен істім ғой, енді химиядан істім дедім да. Сосын дұрыс тамақтана бастадым, газировкалардан бас тарттым, көп нәрседен бас тартуға маған тура келді. Даже бір жылдың көлемінде түс қайта сағат 4-тен кейін тамақ жемей жүрген кезімде болды да. Бірақтан да мүлдем салмақ тастаған жоқпын. Кейін мен бір жерден естіп жүрдім да, артық ойда, адамның басындағы артық ойда салмақ әкеледі дегенді естіп жүрдім. Бірақтан да мен ойладым да, менде ешқандай уайым жоқ. Мен соңғы кезде уайыммен өмір сүрдім деп айтамаймын. Жақсы өмір сүріп жүрдім. Бірақтан да артық салмақтан арылған жоқпын да. Бір менің таңғалған нәрсем, менің ойымда бір нәрсе болды да, басқа жаққа көшу, болмаса уақытша бір жаққа барып, бір жұмыспен айналысу, бір басқа бір бизнесті өзімді сынап көру, бір жаңалықты өзіме ашу деген сияқты бір ой болды да менде. Как будто бір жерде тұрып қалған сияқты, жақсы табыс тауып жатсам да, Инстаграм парақшасын жүргізіп жатсам да, жақсы оқырмандарым бар болса да, жалпы өзім көрсетіп жүрсем де, бір ой мені мазалап жүрді. Мен бір жерде қалып қойдым, мен өзімді дамытуым керек, мен басқа жаққа баруым керек, басқа бизнесті жасап көруім керек деген ой үнемі мен басында болды да. Бірақ оны іске асырмай жүрдім. Көп өзімді қанша жерден тыйсам да мен салмақ тастаған жоқпын да. Сосын мен сіздерге айта кетейін дегенім, жақында мен Алматыға келдім. Енді бәріңізге бір жаққа көшіп кетіңдер, арықтау үшін деп айтпаймын. Мүмкін сізді бір мазалап жүрген ой бар шығар, сол ойыңызға көңіл бөліңіз деп айтқым келеді да. Оны игнорить етпе. Бір нәрсе сені ішіне мазалап жүрген болса, оны игнорить етпе, соны жасап көр деп айтқым келіп отыр да. Менде сол осы ой үнемі болды ғой, бір жаққа Алматыға бару, бір бизнесті өзім сынап көру деген. Мен келдім, Алматыға келдім, мен көп болған жоқ, жақында ғана келдім. Бір апта 10 күн болса, соның бір аптасы осы жерден қазір осы салада жүрмін, осы бизнесті өзім сынап көріп отырмын. Келгелі бері менің ұйқым жақсы болды деп айтамаймын. Түнгі сағат 3-те ұйықтап, таңғы сағат 6-7-те тұрып жұмыс істеген кез болды, дұрыс емес қой ұйқы. Түнде сағат 2-де тамақ жеген кездерде болды, қардың ашып, сосын онлайн сауда жасағаннан кейін постоянно жұмыс жасап жүрген екен, уақытылы тамақ ішкен жоқпын. Сосын мен ойладым, мен вообще қатты толып кететін болдым ғой енді деп. Бұрын мен тамағын тиіп жүргенде азған жоқпын ғой, Енді мен қазір не болды деп ойлайсыздар? Бір апта осындай графикте өмір сүрсем де, қазір таразыға тұрсам, қазір салмағым 3 килограмм салмақ тастағам. Бір аптаның ішінде почти 3 килограммда. Ол керемет қой, Ол ненің арқасы десем, өзімнің қалаумен айналысып жатырмын, өзім жақсы көрген іспен айналысып жатырмын да. Ол маған жақсы көңіл күй сыйлап жатыр ғой, содан деп ойлаймын. Негізі сен бір ой мазалап жүрсе, соны жасап көр деп айтқым келеді.